Өскеменде кеңес заманынан бері жұмыс істеп келе жатқан қайықта есу клубының ағын суын жергілікті биліктегілер бөгеп тастаған. Ертістен ескекшілердің дайындығы үшін бұрылған каналды әкімдік жағажайға жөнде жүргізу үшін жауып тастаған. Салдарынан каналдағы су батпаққа айналып, 400-ге тарта ескекші жыл басынан бері жаттығу алаңынсыз қалған. Олимпиада ойындарына кіретін спорт түріне ескекшілер қазір спорт залында машықтануға мәжбүр. Сонау 60-шы жылдардың аяғында Ертістің жағасынан ашылған клубқа келетіндер көп. Араларында республика және әлем біріншіліктерінен жүлде әкелгендері бар. Бірақ олар қазір тар залға тығылуға мәжбүр. Біздің жаттығуларымыз көбіне тренажерларда өтіп жатыр. Көбі суға түсіп те көрмеді әлі. Мына шалшық суға ары кетсе 20 адам ғана түсе алады. Стандарт бойынша судың тереңдігі 2 метр болу керек. Бірақ амалдың жоқтығынан барымен базар болып отырмыз. Бапкерлердің айтуынша сусыз жерде бұл спорт түрінен шеберлікті шыңдау мүмкін емес. Ал қайықпен есудің әліпбиін үйрету үшін балшық аралас суға бәрібір түсуге тура келеді. Тепе-теңдік ұстай алмай қайықтан ауғандары сасыған судың астындағы сазға батады екен. Заниматься в таких условиях. Мынандай жағдайда жаттығу жасау мүмкін емес. Немерем осы спорт түрін жақсы көрген соң әкелемін. Қайықта есуге жаны құмартып тұрса, не деймін, бірақ бала толыққанды дайындала алмайды. Су балшыққа айналған. Биліктегілердің айтуынша Ертіс жағасына жөндеу жүргізуге оны айнала қоршаған қайықшылардың каналы бөгет болыпты. Арнайы техника өту үшін каналдың мына тұсына аузы мұрнынан шыға топырақ төгілген. Ол жерде жұмыс жүргізген кезде 1000-дық труба қойылған. Қазір кезде енді зерттеу бойынша ол жерге 2000-дық труба керек екен, диаметрі үлкен. Бұл бір мәселе. Екіншіден күзде әрқашанда жаңағы бәріміз білеміз, судың деңгейі түседі. Сондықтан осы екі мәселе осындай бір жағымсыз жағдай әкеліп отыр. Алайда қайықшылар жаттығуға арналған каналда мүлде бөгет болмау керек деп отыр. Бір басынан екіншісіне қарай көсіле еспесе, шеберлік шыңдалмайды. Ал шенеуніктер мәселе түбегейлі келесі жылы ғана шешіледі дейді. Өйткені әлі аяқталмаған жөндеу жұмыстары үшін өткел қажет. Оған дейін үлкенді кішілі ескекшілердің батпақтап тұрудан басқа амалдары жоқ. Саят Сабдалы, Ростислав Захаров, Николай Колесниченко, Шығыс Қазақстан облысынан.